Сіздерді жиынтық жобаның негізгі ережелерімен қысқаша таныстыруға рұқсат етіңіздер. Конституцияның преамбуласы жаңа жалпы ұлттық құндылықтармен қазіргі заманғы сын қатерлерді ескере отырып, толықтай басқа редакцияда ұсынылады. Онда негізгі заңды қабылдаудың іргелі мақсаттары, қағидаттары, құндылықтары мен уәждері айқындалған. Мемлекеттің миссиясы, оның тарихи сабақтастығы мен қоғамдық бағдарды айқындайтын мәдени ерекшеліктері көрсетілген. Бұл ережелер жиі қайта қарауға жатпайды және ұзақ мерзімді перспективада өзектілігін сақтайды. Аталған базалық қағидаттар қоғам мен мемлекеттің даму векторын айқындап, Конституцияның барлық нормаларын түсіндіруге шешуші ықпал етеді. Әлемдік тәжірибеде конституциялық құрылыстың негіздері бөлімінде мемлекеттің ұйымдастырылуын айқындайтын, егемендігін, аумақтық тұтастығын және өзге де аса маңызды қағидаттарын бекітетін іргелі ережелер көрініс табады. Жобада бұл бөлімде еліміздің құқықтық мәртебесі мен жалпы келбеті анықталды. Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде танылады. Оның ең қымбат құндылығы адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Биліктің бөліну қағидатын бекітетін норма жаңа редакцияда тұжырымдалды. Мемлекеттің қолданыстағы құқығы мәселелеріне арналған конституциялық ережелер нақтыланды. Жекелеген өңірлерде конституциялық заңдар арқылы қаржы саласына қатысты арнайы құқықтық режим белгіленуіне негіз көзделеді. Қазіргі заманғы сын қатерлерді ескере отырып, қоғамдық бірлестіктердің қызметін және олардың мемлекетпен өзара іс-қимылын реттейтін конституциялық нормалар нақтыланды. Мемлекет пен дін арасындағы қарым-қатынас, мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық ережелер жетілдірілді.